Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен тауық еті мен гречкадан жасалған мынадай керемет пайдалы тағамды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар тауық еті, сәбіз, пияз, сарымсақ және гречка, сосын кішкене томат керек болады. Бұл тағамға керек заттардың мөлшерін астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ал тамақ жасауға кірісіп кетейік. Алдымен ыдысымызды отқа қойып, кішкене қыздырып аламыз. Содан кейін барып майымызды құятын боламыз. Сіздерге айтып кетер маңызды кеңесім, тамақ жасаған кезде, егер тамақ қуыратын болсаңыздар, оливковый масланы қолданыңыздар. Өйткені ол адам ағзасына және асқазанға өте жеңіл келеді. Басқа күнбағыс немесе мақта майларына қарағанда. Сол үшін оливковый масланы қолданғандарыңыз пайдалырақ болады. Оливковый масланың өзі екі түрге бөлінеді. Біреуі салатқа қолданылатын, біреуі тамақ қуыруға қолданылатын. Сіз салатқа қуырылатын мен тамаққа қолданатынды шатастырмауыңыз керек. Яғни салатқа қосатын оливковый масланы отқа қыздырып, онымен тамақ жасауға болмайды. Өйткені ол отқа қызған кезде өзінен токсин бөліп шығаруы мүмкін. Сондықтан да әрқайсысын өз орнына пайдалану қажет. Енді біз тауық етін салатын боламыз. Жақсылап қуырамыз тауық етін. Мүмкіндігінше қаттырақ отта қуыруға тырысайық. Жақсылап осылайынан араластырып, қаттырақ отта қуырып аламыз. Қуыру барысында осындай су бөлініп шығады. Осы суы құрғап кеткенше қуыра береміз, немесе көп су бөлініп кеткен жағдайда кішкене суын алып тастасаңыздар да болады, уақытты жоғалтпау үшін. Міне осылай құрғап кеткенше қуырып, кейіннен үстіне пиязымызды саламыз. Мен 2 порция жасадым, өйткені сабақтан қыздарым келе жатыр, қарындары ашып. Менің осы тағамымды олар өте жақсы көреді. Мен тағамымды істесем, олар менімен таласып жейді. Сол үшін 2 порция бірдей істеп қоя салайын деп шештім. Осылайынан қызартып қуырғанды жақсы көремін. Жақсылап қуырып, енді сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді алдын ала ірілеу теркадан өткізіп аламыз. Осылай. Сәбізіміз кішкене өлгенше қуырамыз. Енді біз томатымызды аламыз. Сіздерге 1 чайный ложка жетеді. Менде 2 порция болған екен, 2 чайный ложка алдым. Енді осы су құйылған томатымызды тамағымызға құятын боламыз. Артынан біраз су құямыз. Тамағымызды су көмкеріп тұрғанша су құямыз. Енді гречкамызды саламыз. Жақсылап араластырып, міне бетіне су көмкеріп тұрғанша құйдық, жақсылап араластырдық. Енді сарымсақты майдалап турап салсақ та болады, немесе езіп салсақ та болады, балдарға білінбей кету үшін. Дәміне қарай тұзын саласыз, бұрыш саласыз. Осылай жақсылап араластырып, бір қайнағаннан кейін астын жай пәсетіп қоямыз да, сосын қақпағын жауып 20 минутқа пісіріп аламыз. 20 минут өтті бізде. Жайлап ашып көрейік. Міне гречкамыз
жақсылап піскен сияқты. Қозғап көрейік. Иісі өте әдемі шығып жатыр. Жақсылап араластырып өзіміздің ыдысымызға салатын боламыз. Қатты ыстықтай жеме, кішкене демін алғызып барып жеген дұрыс. Негізі тамақты ыстық кезде не жеп не қойғанын білмей қаласың. Сол үшін кішкене демін алғызып, содан кейін жесеңіз дәмі де өзгеше болады. Бұл тағамымыз небәрі 20 минутта дайын болатын тағам. Асығыс кезде картошканы қуырып жей салғаннан гөрі осындай пайдалы тағамдарды жасап жеңіз. Сіздерден өтініш, алдағы бір айда подписчиктерімнің санын 1000-ға жеткізгім келеді. Сол үшін маған қолдау жасап, астындағы подписаться кнопкасын басып кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі тағамым ұнаса, лайк басып кетіңіздер.